Салем достар. Бүгін мен сіздермен бірге көріскеніме өте қуаныштымын. Бүгін мен мамам ауылдан келді. И біз қазір таксиге отырып базарға баратырық. Техника келмейді ғой баяғыда. Машина келсін бе сен? Біз өзіміз ақша жинап алып, главный трассаға Өскенде әдесіне ма? тоқтатып, ауылда главный көшелерді айналдырып. Біз қазір осы бізге арналған чешкемен шашка тағатын резинка алайын. Шишка. Иә, шишка. Мына жерге аяқ қолға тиіп қойып беремін ғой. Неге тағында олайын ба? Иә. Сенің мен размерің қандай аяқтың? Кикөр. Оныкі 36 или 37 болады. Ей, шешпе соның сыртынан ки. Жоқ, кешпей ки сон. Бұның бағасы қанша? 1000 теңге. Мына 33, е? 33-на жаңа қыздың 32. Айт, сен де көр, 37 алып кел бер қара. Қарасы 32 болған, не болғанда 32 сыймай жатыр. Жүр таңдаймыз. Не болды, иналады, сыймай қалма. Қай күнге керек? Бізге енді күнде барады ғой бейге. Ертеңнен бастап. Вторник болады товар дегенім ғой. Вторник бола ма? Жарайды, ана екеуімен ананы аламыз. Достар, енді біз чешке алдық, енді біз базарға қазан алуға барамыз. Қараш, мам, қара күшті екен, а? Жоқ күшті. Давайте, шығыңдар, кеттік. Ана, мұқаш құлай қалмасын ал. Құлайды анау байқаңыздар. Мұқаш басқасын аласың ба? Басқасын аласың ба? Иә, ұстат көріңізші ал. Мұқаш, мына трактор ал. Трактор ал. Жүр. Енді қайсысын аласың, мә, трактор ал. Трактор мына күшті. Енді басқа аясын алайын деп тұрсың. Енді алып. Біз қазір барайық десек, мұқашпен әрде машина түзетіндер көріп қалып, енді соның өзіне таңдап жатыр. Біз қазір апаға телефон алайын деп жатырмыз. Қараңыздаршы, уже шифолсыз бір түрлі болып тұр. Сол үшін барып шифол алатын боламыз. Иә. Жүп-жылы. Ал, бер ана кісіге. Осы телефонға шифол. Бар ма андағы таулама? Ал, таңдавандаршы. Қанша теңге? 2000 күшті. Біз енді апаға осындай күшті шифол алдық. Сізге рахмет. Сізге де рахмет. Осындай қазандар неше түрлісін көріп, аралап алайық деп жүрміз. Мама таңдап жүр. Неше түрлі ыдыстар, қасықтар, пышақтар, неше түрлі салатындар бар екен. Мына жақта да сондай бар екен. Мына жақта да уже тоже осындай нелер, қазандар. Но осындай қасық, осындай дейіндер жақта, короче. А мына жерде болса уже кәдімгідей тамақ ішетін сондай ыдыстар. Тарелка, неше түрлі қасық, масық, сасық. Неше түрлі. О, осындайдың бізде мына үйде бар. Ем. Нағандай күшті. Мына бізде бар. Мұқаш. Қарамай кетті. Мында бар. Ана тоже шәук. Нан салатын, аштатын, неше түрлі ішін аяқты болсын салатындар.
мына жақта мама обышты деп жатыр. Мәна формасы қандай? Күшті екен, иә? Маған деген ас қабақ өз қолымнан пісіремін дейді. Осындай қалуға болады екен. Вот қандай шәугім. Қандай шәугіммен. Я жаңағы осыны алып вот, все. Қазір алып алайық. Біз осындай дәу қазанмен осындай шәугім алдық. Ақшасын төлеп тастаймыз қазір. Енді не істейміз? Үйге апарамыз, Қолданамыз. иә. Не депті, груша ма, мынау ма? Фрукты алайын деп жатырмыз. Мандарин дейтін қаш. Кәмпит, сәмпит. Осының несін ше? Бір нәрсенің несі? Бір ұқсас, таныс, ес шығады. Не алайын деп жатырмыз, типат? Шай мұсқат, мақсат. Шайна мақсат етпа. Вот. Ой, жақындасам деп. Ой. Бәсе, түсінбей қалдым ғой. Біз қазір шайын мұсқат және де алған мандарин мен банан алайын деп жатырмыз өзімізге. Жаңа сатып алғандардың бүткілін жуып, столға әдемілеп қояйын деп жатырмыз. Біз енді базардан келіп, өзімізді керек заттарымызды алып, қазан мен шәугімді алып, қазір қолданып көріп, енді осы шайын мұсқатты жуып столға қояйын деп жатырмыз. Өзіміз жейміз қазір. Біз бірінші рет жейіп деп тұрмыз ғой. Иә, сол үшін сатып алдық біз. Енді жеп алған болса, біз енді жеп жатырмыз. Солай ма? Иә. Қазір әдемілеп жуамызды, әп-әдемі ғып, осы ыдысқа салып қоямыз. Біз енді базарға барып келіп, шәугім қазанымызды алып, жолдан осы шайын мұсқатты алдық. Дамы күшті екен, бірақ таса екен. Менің аккаунтыма тіркеліп лайк басып, маған пікір жазып ұмытпаңыздар. Пока-пока.